Шалып қалған құлағым, қыран жайын сұрадым. Бастады атам әңгіме, маңызды да, мәнді де. Бар жігіттің сұлтаны, бар жігіттің ұлтаны, сұлтаны ер батыры, ұлтаны азы ақылы. Күшті қарттың тарланы, күшті қасқыр арланы, жүйрік жылқы тұлпары, күшті иттің сырттаны. Сол сияқты шырағым, тек тұқс қой қыраның, ұғып біліп ал мұны, жыртқыш құстың барлығы, қыран емес қыраны, ең күштісі алғыры. Алдымда да, артымда, деп қолдайтын халқым бар, қорқынышты ақылға жеңдіргендер батырлар. Өзгерсін ел қалпы деп, өшпесе екен салты деп, бүтін болсын жарты деп, әр адамға ар тілеп. Батырлардың бірі сол жол көрсетті Ахмет. Саспады да, аспады, қазақтыққа бастады, азаттыққа бастады. Тұрса да ажал аузында, елін тастап қашпады. Сол батырлар арқасы, арайланды ел аспаны.